Нәміл сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Әбу Хурайра былай деді: Даббатул арт өзімен бірге Әзірет Мұсаның асасы және Әзірет Сүлейманның мөрі болған күйінде шығады. Аса мен мүминдердің жүзін жарқыратса, мөрді кәпірлердің мұрнына басады. Сөйтіп, дастархан басына жиналғанда біреуі екіншісіне, жүзінің жарқырағанына қарап, «Уа, мүмін» дейді. Екіншісі болса, алдындағы адамның мұрнындағы мөрге қарап, «Уа, кәпір» дейді. Яғни мүмин де, кәпір де бет жүзіне қарап танылатын болады. Түсіндірме. Тирмизи бұл хадисті Даббатул арт туралы айтылған берілген сөз, уәде етілген азап, іске асуға шақ қалғанда, оларға жерден бір мақұлық шығарамыз. Сөйтіп, әлгі мақұлық адамдарға тіл қатып, өз бойларындағы, жалпы болмыстағы һәм кітаптағы айқын дәлелдерімізге, аяттарымызға лайықты түрде иланбағандықтарын айтады. Осы аятты тәпсірлеу мақсатында жазған. Бұл жерде хадистерде қиямет қайымның белгілерінің бірі ретінде аталған Даббатул арт айтылған. Аятта жазылған берілген сөз іске асуға шақ қалғанда сөздеріне қатысты оларға берілген азап іске асатын кезде, Алла оларға ашуланған кезде, оларға дәлел, белгі керек болған кезде деген секілді түрлі жорамалдар жасалған. Қай жорамал болмасын, олардың әмір бил мағруф нәхи анил мункарды, яғни жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюды тәрк етудің салдарынан туындағаны айтылған. Сондай-ақ аяттағы қаул сөзі қиямет күнінің уақыты, оның болуы қиямет күнінің болуы, ендеше, оның мағынасы қиямет қайымның жақындауы және белгілерінің шығуы делінген. Даббатул арттың қандай екендігі даулы мәселе. Оны сипаттап жеткізген түрлі көзқарастар бар. Дабба сөзі жер басып жүретін жаратылыс деген мағыналарды білдіреді. Барлық хайуандарға қатысты қолданыла береді.